Ал енді тәубе мәселесі. Тәубенің үкімі қандай? Тәубе бірден жасалу керек пе? Барлық ғұламаларымыз бір ауыздан тәубе бұл кешіктірілетін нәрсе емес деді. Тәубе кез келген жағдайда. Сіз күнә жасап қойдыңыз ба, артынша тәубе етуіңіз керек. Бір жамандық істеп қойдыңыз ба, артынша тәубе етуіңіз керек. Себебі бәріміз білеміз, күнәлар адамды құртатын, адамды тозақы ететін нәрселер. Енді сіздің бойыңызда сол күнәлар табылып тұр. Күнәға батып тұрсыз. Ертең тәубе етем десеңіз, ертеңге дейін барсыз ба, жоқсыз ба? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам өлім сендерге аяқ киімдеріңнің бауынан жақын деді. Аяқ киімдеріңнің бауынан жақын. Тағы да хадисте кеш батса, яғни күн батып кеш болса, таңертеңге дейін тірі боламын деп өзіңе ондай бір кепілдік берме, ондай үмітте болма деді. Таң атса, кешке дейін тірімін деп өзіңе кепілдік берме деді. Яғни кез келген уақытта адамға өлім періштесі келуі мүмкін. Қайсы бір ғалымдарымыз айтқан сөз бар, адам бір апталық, бір айлық істерін жоспарлайды деді. Бірақ мына жақта өлім оған қарап күліп тұрады деді. Өлім оған қарап күліп тұрады. Ертең бетен бір аптадан кейін ана жерге барамын, мына нәрсені істеймін, бір айдан кейін мынандай шаруаны тындырамын деген секілді ол жоспарларды құрады деді. Жалпы жоспар құру шариғатқа қайшы емес. Жоспарын құрсын, бірақ әр уақытта құлшылықта болу керек. Әр уақытта егер осы сәтте Алла тағала мені алып кететін болса, басқа бір жағдайда болуды қалайтындай жағдайда адам болмауы керек. Яғни кез келген уақытта Алла тағала менің жанымды алса, мен Алла тағаламен қауышуға дайынмын ба? Адам әр уақытта дайын жүруі керек. Яғни өлім періштесі келіп қалған кезде, басқа уақытта келгенде еді, мен мына нәрсені істеп алғанымда, мына күнәмі тәубе етіп алғанымда еді дейтіндей болмау керек. Ал ондай болатын болса, адам әр уақытта тәубе етіп жүру керек. Әр уақытта Алла тағаладан күнәлары үшін кешірім сұрап жүру керек. Себебі адам білмейді қашан өлетінін. Адам өзінің қашан өлетінін білмейді. Ғалымдарымыздан келетін сөз бар. Сен күліп мәз болып жүресің, өзіңе түрлі нәрселерді уәде етесің, мынаны істеймін, мынаны істеймін деп. Саған кебін болатын мата базарда тұрған шығар деді. Базарға шығып қойған шығар деді. Яғни білмейсіз. Таңертең шықтыңыз, үйіңізбен қоштасып, кешке үйіңізге қайтып келесіз бе, келмейсіз бе? Таңертең киіміңізді өзіңіз киіп кеттіңіз, түймелеріңізді қадап, аяқ киіміңізді киіп, аяғыңызбен үйіңізден шығып кеттіңіз. Бірақ тура солай кешке келіп, түймелеріңізді өзіңіз шешесіз бе, немесе мәйітіңізді жуатын адам түймелеріңізді шеше ме? Өзіңіздің аяғыңызбен үйден шығып кеткенде аяғыңызбен кіресіз бе, немесе біреулердің желкесінде кіресіз бе, білмейсіз. Әсіресе қазіргі жағдайда өлімнің неше түрлі себептері бар. Өлімнің неше түрлі себептері бар. Мысалы, кеше анау Мысыр елінде апатқа ұшыраған ұшақ. Соған мінейін деп жатқан жолаушылардың бірі өзінің 2-3 жасар баласының суретін түсіріп, сол әуежайда тұрғанын ең кішкентай жолаушы деп суретін қойып қойған. Яғни 3 жасар бала да кетіп жатыр. Солар сол жерде мәз болып, қазір ұшып елімізге барамыз деп жатқан кезде білді ме ол сол кісілердің соңғы сағаттар екенін? Ешкім білмейді өзінің қайсы сағат соңғы сағат екенін. Ондай болатын болса, адамға тура сол жерде тәубе етуі, әрдайым күнәдан арылып жүруі міндет болады. Бірінші күнәні жоятын нәрсе не? Әлбетте тәубе.